Пайғамбарымыз саллаллаху уассалам айтады: сүт ішіңдер, сүт белдегі ауруды басады, миды асықтандырады, ақылды көбейтеді, ұмытшақтықтан арылтады. Пайғамбарымыз саңырауқұлақ көзін көру қабілетін жақсарту үшін пайдалы және сал ауруына көмектеседі деген. Пайғамбарымыз бидай сорпасы дене қызуы кезінде жақсы көмектеседі деп айтқан. Пайғамбарымыз зәйтүн майы бұл адам терісіне және шашына, қартаюға қарсы, асқазан қыжылына, изжогаға кедергі келтіретін керемет нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху уассалам жүзім жегенді жақсы көрген. Жүзім қанды тазартады, күш-қуат береді, бүйрек жұмысын жақсартады. Пайғамбарымыз саллаллаху уассалам айтады: инжир жанаттағы жеміс және геморройға ем. Пайғамбарымыз саллаллаху уассалам айтады: анар 40 күн ішінде шайтаннан және зұлым ниеттен тазартады. Естіген мағлұматтарыңыз ұнаса, құрметті досым, менің каналыма тіркеліп кет.